Бүгінгі тақырып көп адамды қызықтыратын, бірақ бәрі ашық айта бермейтін нәрсе туралы. Кей адамдар өмірінде бәрі біртүрлі өзгеріп кеткендей сезінеді. Үйде тыныштық жоқ, ұйқы бұзылады, көңіл күй түседі. Осындай кезде үлкендер бір белгі болып жүрген жоқ па деп жатады. Бүгін халық арасында айтылатын, емшілер де кейде сөз ететін 7 белгі туралы сөйлесеміз. Бірақ бірден айтайын, бұны нақты дәлел емес, халық арасындағы түсінік ретінде қабылдаңыз. Соңына дейін көріңіз, себебі соңғы белгі көп адамды ойландырады. Бірінші белгі ұйқының бұзылуы. Кей адамдар түнде жиі оянып кетеді, әсіресе бір уақытта, мысалы түнгі 2-3 шамасында. Әрине, бұған шаршау, стресс, мазасыздық та себеп болуы мүмкін. Бірақ халық арасында адамның ішкі күйі ауырласа, ұйқысы өзгереді деген сөз бар. Сізде осындай болған ба? Екінші белгі үйде тыныштық болмауы. Болмашы нәрседен ұрыс көбейеді. Үйде бәрі жүйкесіне тиетіндей болады. Кей үлкендер мұндайда үйдің берекесі кетіп тұрма деп айтатын болған. Бірақ психологтар мұны көбіне шаршау мен стресс әсері деп түсіндіреді. Үшінші белгі өзіңді әлсіз сезіну. Таңертең тұрсаңыз да шаршаңқы боласыз. Ештеңеге зауқыңыз болмайды. Бұған да денсаулық, ұйқы, тамақтану әсер етуі мүмкін. Сондықтан мұндай белгі болса, ең алдымен денсаулықты тексерген дұрыс. Төртінші белгі бір түрлі сезім. Кей адамдар біреу бақылап тұрғандай, немесе үйде жайсыз сезінемін дейді. Мұндай сезім кейде қорқыныш пен мазасыздықтан да болуы мүмкін. Бірақ халық әңгімелерінде бұл жиі айтылады. Бесінші белгі ісіңнің жүрмеуі. Қанша тырыссаңыз да бәрі керісінше болатын сияқты. Ақша тоқтамайды, жоспарлар іске аспайды. Осындай кезде үлкендер көзің тиіп жүрме деп айтатын болған. Алтыншы белгісі түстің көбеюі. Кей адамдар бір түсті қайта-қайта көреді, немесе мазасыз түс көбейеді. Бірақ мамандар мұны көбіне адамның ішкі уайымымен байланыстырады. Жетінші белгі өзіңдің өзгеруің. Бұрын көңілді едіңіз, қазір тұйықсыз. Бұрын энергияңыз көп еді, қазір жоқ. Кейде адам өз өзгерісін байқамайда қалады. Сондықтан өзіңізге сырттан қарап көру маңызды. Бірақ бір нәрсені ұмытпаңыз. Көп жағдайда біз мистикалық нәрсе іздейміз. Бірақ мәселе ұйқы, шаршау, уайым, денсаулық болуы мүмкін. Сондықтан ең алдымен өз денсаулығыңызға мән беріңіз. Ал сіз осындай белгілерді байқадыңыз ба? Пікірге жаза кетіңіз.